Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Барлықтарыңызға Алланың игілігімен сәлем болсын. Мұқият қараңыздар. Бізде Кәусар сүресіне келдік. Альхамдулилля. Құрандарыңызды ашып, мынау Кәусар сүресінің жазылу үлгісін толығымен көшіріп жазып алыңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бірінші аятта инна деп не істейміз? Шадда жасаймыз, және оны нун әрпін ғұнналаймыз, яғни мұрынға жіберіп кішкене ыңылдап ұстап тұруды айтады. Инна дегенде мәт мунфасыл болып тұр. Бұл жерде екі сөздің арасында мәт әрпі келіп тұр. Инна тойнәкәл. Мына жерде жасырын мәт бар. Тойнәкәл лыға өтеміз, сөз ортасында уасыл оқылмайды. Тойнәкәл кәуthәр, сақау сы. Кәуthәр, thәр, р тәфхим, яғни р әрпін жуан оқимыз, және сукунды жасаймыз. Кәуthәр, кәуthәр. Келесі аят. Фәсолли, л әрпін шәдда жасаймыз, күшейтеміз. Фәсолли ли раббике, б-ны да күшейтеміз. Ли раббике вәнхәр, вәнхәр. Сөз ортасында уасыл оқылмайды. Вәнхәр, хәр, р-ны күшейтеміз, жуан оқимыз. Қалай жуан оқимыз дегенде, сіздерге мен үйреткенмін. Егерде жуан оқылса, вәнхәр дегенде ро әрпінің махражын қараңыздар. Және де ро әрпін өткенде сіздерге жуан қалай айтылады, жіңішке қалай айтылады, толығымен түсіндірілген. Егерде жіңішке айтылатын болса, хир болса, ол жерде тіліміздің арт жағы көтерілмейді. Ал жуан айтылғанда кішкене көтеріледі. Вәнхәр, және де көтерілгенде бір шұңғыл сияқты кішкене ішке қарап тіліміз не істейді екен, ішке қарап кіреді, яғни андай бір кесе сияқты болатын сияқты тілдеріңіз. Мұқият қараңыздар. Вәнхәр, кейін артқа қарап қатты шалқақтатпаңыздар, жақсы ма? Тіліміздің ұшы алдыңғы күрек түстің артындағы етке барып тию керек, сол жерде тұру керек. Р деп тәкрир жасайсыздар, бірақ қатты көп ырылдатуға болмайды. Араб тіліндегі р-ны. Жақсы ма? Вәнхәр. Сол жерге тіреп ұстап қаламыз. Ана кедір-бедір жеріне дейін барады, бірақ ол жерге тимейді. Кедір-бедір жердің артына, яғни таңдайдың ортасына қарап кетіп қалмау керек тіліміздің ұшы, жақсы ма? Келесі аятты қараңыздар. Инна, нун әрпін шәддалаймыз және ғұнналаймыз. Инна, шә дегенде мынау мәт болып тұр. Шәни әкә, мына жерде шәни әкә, яғни жеке оқимыз. Бұл хәмза. Шәни әкә деп кетуге болмайды. Шәни әкә. Хуәл әбәтәр. Б әрпін қалқала жасаймыз. Әбәтәр. Мұқият енді құрандарыңызды ашып оқимыз. Инна аътойнакәл кәуthәр. Фасолли ли раббике вәнхәр. Мына жерде нун әрпімен хә әрпі осылай жазылады. Бірінші бізде нун әрпі келіп тұр, мынау хә тамақтың ортасын шығатын. Вәнхәр. Инна, тағында ғұнналап шәддалаймыз. Инна шәни әкә хуәл әбәтәр. Бүгінге осымен тәмам. Кәусар сүресін 20 рет оқыңыздар, көшіріп жазып, талқылап, кері байланыс білдіріңіздер. Пайдалы білім болсын.
Ассаламу алейкум уа рахматуллахи ва баракатух.